Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының бас прокуроры Берік Асыловқа және Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Малаховқа. Бүгінгі депутаттық сауалыма алаяқтардың қармағын қауып қолындағы қаржысынан қапыда айырылып, әділдік таппай шақшадай басы шарадай болған жандардың жан айқайы себеп. Эл Капитал деген қаржылық ұйымның құрбаны болған қандастар, мынау хатта мәжіліске үмітінің соңғы сәулесіндей сеніммен жолдады. Өйткені Эл Капитал акционерлік қоғамының там-тұм теңге салсаң таудай табыс табасың деген жалған жарнамасына алданған адам саны қазір 1451-ге жетті. Жарнама жасап жалаулатқандардың сапында елге танымал өнер жұлдыздары да өріп жүр. Жапа шеккендердің біразы зейнеткерлер мен жалғызбасты аналар. Жәбірленушілерге келтірілген шығынның жалпы көлемі 10 миллиард 499 миллион теңге. Осынша қаржыны Эл Капиталдың басшылары ізім қайым жоқ қылды деп арызданған отандастарымыз аталған іс бойынша соттың тым созбаққа салынып кеткеніне, прокуратура органдарының баяу әрекетіне наразы. Бұл жерде тағы бір түйткіл бар. Эл Капитал акционерлік қоғамына алданғандар саны 1451-ден әлдеқайда көп. Себебі арыз жазған ағайын қаржылық құйтырқылықтың құрбандары санатында әскери бөлім қызметкерлері, түрлі деңгейдегі мемлекет қызметкерлері, бюджеттік мекеме қызметкерлері бар дейді. Бірақ олар арыз жазудан бас тартып отыр, себебі де түсінікті шығар. 2008 жылы құрылған әрекеттік қаржылық пирамидаға ұқсас ұйымды Алматы қаласының Әуезов аудандық әділет басқармасы ресми тіркеген. Алғашында елге қаржылық сауаттылықты үйрететін бизнес тренингтер өткізіп бастаған компанияға қаржылық сауатымды арттырамын деп барған халық қазір солармен соттасып жүріп, өз сауаттарын өздері арттырып алды. Сонда соңғы ақшасын салған халыққа кім қорған болады? Беймәлім қаржылық ұйымдар ағайынды алдап Қазақстанда қашанға дейін алшаң басып жүре береді. Қарапайым елдің мобильдік аударымына қарауыл қойып қадағалап, қажет болса шара қолданамыз деп, халыққа дөң айбат шеккен мемлекеттік органдар шын ұрыларды ауыздықтауға келгенде сылбырлық танытпауы керек. Осы арызды жолдаған елдің нақты талабы мынау. Бірінші, 1451 жәбірленушінің арызының негізінде басталған сот процесі неге созбаққа салынып кеткенін білгісі келеді және әділетті тергеуді талап етеді. Екінші, Эл Капиталдың басшыларынан бөлек сол ұжымға ақша салуға адамдарды үгіттеген өнер жұлдыздарында заң алдында жауапқа тартуды талап етеді. Халықты қан қақсатып отырған тағы бір түйткіл кооперативтер. Депутаттардың атына Аманат Хоум мен Аманат Халық кооперативтеріне ақша салып, не баспанасын ала алмай, не салған ақшасын қайтара алмай отырған азаматтардың атынан арыз түсті. Әділет министрлігінің атқарушылық іс жүргізу органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесіндегі борышкерлердің бірыңғай тізіліміне және салымшылардың ақпаратына сәйкес Аманат Хоум кооперативін сотқа беріп, шешімі шығып, ол орындалмай, ақшасы кері қайтпаған 453 адам бар. Оларға келтірілген залал 1 миллиард 193 миллион теңгені құрап отыр. Бұл кезек күттірмейтін шешуді талап ететін мәселе. Бас прокуратураның дерегінше, қаржылық пирамиданы құру және оған басшылық ету бойынша 2022 жылы 104, 2023 жылдың 9 айында 89 сотқа жіберілген. Істің саны қысқарғанмен жапа шеккендер саны азаймай тұр. Себебі 22 жылы 892 адам қаржылық пирамиданың құрбаны болса, 2023 жылдың 9 айында жәбірленушілердің саны 2079 адамды құрады. Осыған қатысты нақты ұсыныстар мынау. Бірінші, халықтың ақшасын алып алдап соққан қаржылық ұйымдарды ауыздықтайтын ведомствоаралық тұрақты комиссия керек. Себебі әр мемлекеттік орган қазіргідей өз бетінше қызмет етсе, іс нәтижелі болмайды. Өйткені бір жылда қаржылық пирамидалардан келген залал 2,1 есе көбейген. Екінші, 2023 жылдың мамырында қаржылық мониторинг агенттігі 22 қаржы пирамидасын анықтап тізімін жариялады. Ол тізімді бүгінге дейін 70 мыңнан астам адам ғана көрген. Бұл өте аз. Сондықтан елді ақпараттандырудың қосымша тетіктерін табу қажет. Себебі бір жылда Қазақстанда қаржылық пирамида құрбандарының жалпы саны 3 есеге артқан. Үшінші, былтыр 5 айда қаржылық пирамидаға қатысы бар деген күдікпен 4000-ға жуық сайт пен аккаунттар бұғатталған. Бірақ бұл да жеткіліксіз. Сондықтан күдікті сайтты бұғаттауды жедел жүзеге асыратын тетік қарастыру қажет. Осы депутаттық сауалға заңнамада белгіленген мерзім ішінде жазбаша жауап күтеміз. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының депутаттары.